Дінде тұрақты болу бұл діннің бұйрығы, бауырлар. Пайғамбарымыздың бұйрығы. Алла тағала дінде тұрақты болған адамдарға қош хабарды айтады мына Құрандағы. Сол қабірдегі әңгімені айтып жатыр мына аятта. Екі періште келіп, Раббым Алла деп сол сөзіңде тұрғаның үшін ешқандай қорықпа, ешқандай қайғырма. Алланың уәде етілген жәннаты мен саған сүйінші айтып келдік деп, жәннаттағы орнын көрсетіп кетеді оған. Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады. Расында да Раббымыз Алла деп, сонан соң сол сөзінде тұрақты болған адамдар, оларға ешқандай қорқыныш жоқ, оларға ешқандай қайғыру жоқ. Олар жәннат егелері, сол жәннатта олар мәңгілік қалады. Жасаған амалдарының